Бүгінгі кешкі асқа бәліш, қаздың етін кеше дәмдеуіштерін салып маринадтап қойған болатынмын. Қамыры да дайын тұр. Қамырды форманың ішіне салып алдым. Енді осының үстіне картошка араласқан ет саламын. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп осылай. Қандай күшті, қараңыздар. Қамырдың шетін жинап қойдым. Енді мынаны бетіне жабамын. Осылай. Да-да-да-дам деп. Ортасынан тесіп кіндігін қалдырамыз. Қазір 180 градуста қызып тұрған духовкаға 30-35 минутқа қоямын. Духовкадан алып шықтым, енді арасына су құямын. 200 мл-дей су. Қазір соны сыйғанша құямын. Көріп тұрғандарыңыздай қалдырған қамыр мен кіндікті мықтап бекітіп жауып тастадым. Бәліштің бетін фольгамен жауып алдым. Енді духовканың отын 140 градусқа дейін түсіріп, бәлішті 3 сағат духовкада ұстадым. Енді бетін ашуға болады. Бәліш дайын. Қандай жұмсақ. Қараңыздар.